Күн сайын біз жүздеген түрлі тағам жейміз. Бірақ олардың кейбірі дұрыс дайындалмаса, бір ғана тістемнің өзі адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Бірі әлемдегі ең күшті табиғи удың иесі. Бірінің ішінде тірі құрттар қозғалып жүреді. Тағы бірі аузыңыздың ішінде қозғалады. Ал кейбірі сыртынан мүлде зиянсыз көрінгенімен, ағзаға көзге көрінбейтін бактериялар мен улы заттарды енгізуі мүмкін. Бүгін біз әлемнің әр түкпіріндегі ең қауіпті 10 тағамға саяхат жасаймыз. Бұл тағамдардың кейбірінен адамдар уланып, ауруханаға түскен. Кейбірінен тіпті қайтыс болған жағдайлар да тіркелген. Ендеше, видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені бұл тізімдегі соңғы тағам сізді қатты таңғалдыруы мүмкін. Кеттік. Нөмір 1. Фугу. Бір тілімі өміріңізді өзгертуі мүмкін. Елестетіп көріңіз. Сіз Жапониядағы қымбат мейрамханалардың бірінде отырсыз. Алдымызға жұп-жұқа болып кесілген әдемі балық етін әкелді. Ол кәдімгі тағам сияқты көрінеді, бірақ дәл сол тәрелкедегі бір ғана қателік сіздің соңғы асыңызға айналуы мүмкін. Бұл әлемдегі ең қауіпті тағамдардың бірі. Фугу Жапонияда ғасырлар бойы жейіліп келе жатқан шарбалық. Бірақ бұл балықтың ерекшелігі, оның денесінде тетродотоксин деп аталатын аса күшті табиғи у болады. Бұл удың күші соншалық, ол цианиттен де жүздеген есе улы деп айтылады. Ең қорқыныштысы, бұл уды отта қуырып та, қайнатып та, мұздатып та жою мүмкін емес. У көбіне балықтың бауыры, ішегі, аналық безі және кейбір басқа мүшелерінде жиналады. Сондықтан аспаз бір ғана қате жіберсе, улы сұйықтық етке тиіп кетуі мүмкін. Ал адам ағзасына түскеннен кейін, бұл у жүйке жүйесін біртіндеп істен шығара бастайды. Алғашында адамның ерні иіді, кейін саусақтары жансызданады. Бірнеше минуттан соң аяқ-қолы қозғалмай қалады. Ең қорқыныштысы, адам есін жоғалтпауы мүмкін. Ол айналасында не болып жатқанын түсінеді, бірақ денесін мүлде басқара алмайды. Соңында тыныс алу бұлшықеттері сал болып, адам тұншығып қалуы мүмкін. Бүгінге дейін бұл уға қарсы арнайы антидот табылған жоқ. Сонда адамдар неге мұндай тағамды әлі күнге дейін жейді? Өйткені Жапонияда фугу жай ғана тағам емес. Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр, кәсіби аспаздың шеберлігінің символы. Фугу дайындайтын аспаздар ұзақ жылдар бойы арнайы білім алып, емтихан тапсырады. Олар балықтың улы мүшелерін етке тигізбей алып тастау үшін мыңдаған рет жаттығады. Сол себепті бір тәрелке фугу кейде $100 тұрады. Қызығы, көптеген туристер бұл тағамды оның дәмі үшін емес, дәл осы қауіп сезімі үшін көруге келеді. Олар әлемдегі ең қауіпті деликатестердің бірінен дәм татып, өмір бойы ұмытылмас әсер алғысы келеді. Бірақ ең қорқыныштысы, бұл қауіп тек теорияда ғана емес. Жыл сайын фугудан уланған адамдар тіркеледі. Олардың көпшілігі мейрамханада емес, балықты өздері ұстап, үй жағдайында дайындаған адамдар. Кәсіби аспаздар улы мүшелерді дәлдікпен алып тастайды. Ал тәжірибесіз адам бір ғана қателік жіберсе, улы зат етке тарап кетуі мүмкін. Тарихта фугу жеп уланып, ауруханаға түскен, тіпті қайтыс болған адамдар да болған. Сондықтан Жапонияда бұл балықты дайындауға тек арнайы дайындықтан өтіп, мемлекеттік рұқсат алған аспаздарға ғана рұқсат беріледі. Сон себепті жапондар фугу жеу жай ғана тамақтану емес, аспаздың шеберлігіне өміріңді сеніп тапсыру дейді. Бір қараған қанда бұл жай ғана балық сияқты көрінеді, бірақ оның ішінде адам өмірін бірнеше минуттың ішінде өзгертіп жіберетін, көзге көрінбейтін қауіп жасырын жатыр. Нөмір 2. Казумардзу. Ішінде тірі құрттары бар әлемдегі ең қауіпті ірімшік. Егер сізге біреу, бұл ірімшіктің ішінде жүздеген тірі құрт бар, соған қарамастан адамдар оған қымбат ақша төлеп жейді десе, сіз сенер ме едіңіз? Бірақ бұл шындық. Италияның Сардиния аралында ғасырлар бойы жасалып келе жатқан ерекше ірімшік бар. Оның аты казумардзу. Жергілікті тілден аударғанда бұл сөздің мағынасы шіріген ірімшік. Бұл ірімшік қой сүтінен жасалған кәдімгі пекарино ірімшігі ретінде басталады. Бірақ ең қорқыныштысы содан кейін басталады. Дайындаушылар ірімшіктің бетін әдейі ашып қояды. Біраз аз уақыттан кейін оған ірімшік шыбыны келіп жұмыртқа салады. Бірнеше күннен соң жүздеген дернәсіл жарып шығып, ірімшіктің ішін жей бастайды. Олар ірімшікті шайнап, қортып, қайта бөліп шығарады. Соның әсерінен қатты ірімшік біртіндеп жұмсақ, қою кремге айналады. Бұл казумардзу жасаудың дәстүрлі тәсілі. Ең таңғаларлығы, бұл ірімшікті жеген кезде құрттар әлі де тірі болады.
Кіпті олар мазаланса 15 сантиметрге дейін секіре алады. Сол себепті кейбір адамдар көздерін қорғау үшін қолымен бетін қалқалайды. Бірақ бұл жай ғана жиіркенішті тағам емес. Кірі дернәсілдерді жеу денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін. Олар зиянды микроағзаларды тасымалдауы немесе асқазан ішек жолына байланысты мәселелер туғызуы ықтимал. Дәл осы себептердің бірімен казу марзудың коммерциялық сатылуына Италияда және Еуропалық одақтың ережелері бойынша шектеулер қойылған. Сонда адамдар неге мұны әлі күнге дейін жейді? Өйткені Сардиния халқы үшін бұл жай ғана тағам емес. Бұл ата-бабаларынан қалған дәстүр. Көптеген жергілікті тұрғындар казу марзуды мереке күндері немесе ерекше дастархан басында ғана шығарады. Ал туристер болса, әлемдегі ең ерекше әрі ең қауіпті ірімшіктің дәмін көру үшін арнайы осы аралға келеді. Біреулер оны өмірінде жеген ең дәмді ірімшік дейді. Ал енді біреулер бір рет көргеннен кейін өмір бойы ірімшік жегісі келмейтінін айтады. Бірақ бір нәрсе анық. Әлемде ішінде тірі құрттар қозғалып жатқан тағамды еш ойланбастан аузына салатын адамдар өте аз. Нөмір 3. Саннакчи. Тәрелкеде әлі қозғалып жатқан тағам. Тәрелкеңізге жаңа ғана тағам қойылды, бірақ ол тыныш жатқан жоқ. Кесілген аяқтары әлі де бұралып, сорғыштары табаққа жабысып, тіпті таяқшаға оралып жатыр. Бұл Оңтүстік Кореядағы ең ерекше әрі ең қауіпті тағамдардың бірі – саннакчи. Ол жаңа ұсталған кішкентай сегіз аяқтан дайындалады. Сегіз аяқты бөліктерге кесіп, үстіне күнжіт майы мен күнжіт сеуіп, бірден дастарханға береді. Ең қорқыныштысы, кесілгеннен кейін де оның жеке ұштары біраз уақыт жұмыс істей береді. Сондықтан аяқтары қозғалып, сорғыштары жабысу қабілетін сақтайды. Көп адам оны көрген сәтте-ақ жеуден бас тартады, ал батылы жеткендер оны аузына салады. Сол кезде сорғыштар тілге, ұртқа немесе таңдайға жабысып қалуы мүмкін. Егер адам асығып жатса, тағам тамаққа жабысып, тыныс жолын жауып қалуы ықтимал. Сол себепті саннакчи жай ғана оғаш тағам емес. Ол дұрыс желінбесе, адамды тыншықтырып тастауы мүмкін қауіпті ас. Оңтүстік Кореяда саннакчи жегеннен кейін тыншығып қалған адамдар туралы жағдайлар да тіркелген. Сонда адамдар неге мұны әлі де жейді? Өйткені корейлер үшін саннакчи теңіз өнімінің ерекше балғындығын көрсететін дәстүрлі тағам. Ал туристер үшін бұл батылдықты сынайтын нағыз гастрономиялық тәжірибе. Бірақ оны жегенде бір ғана ереже бар – асықпау керек. Әр бөлігін өте мұқият шайнау қажет. Өйткені тәрелкеде қозғалып жатқан сол кішкентай аяқтар ауызға түскеннен кейін де қауіп төндіруін тоқтатпайды. Біреулер үшін бұл ерекше дәм, ал басқалар үшін аузының ішінде қозғалып жатқан тағамды жеу қорқынышты түстің өзі. Саннакчи әлемдегі ең оғаш қана емес, ең қауіпті тағамдардың бірі. Нөмір 4. Хаукарль. Иісінен адамдардың жүрегі айниды. Көз алдыңызға елестетіңіз. Алдыңызға бір тәрелке тағам әкелінді. Бірақ оған жақындай бергенде-ақ өткір иіс мұрнымызды жарып жібергендей болады. Кейбір адамдар сол иісті сезген сәтте-ақ қысып жібереді. Ал қызығы, дәл осы тағам Исландияның ұлттық деликатесі саналады. Бұл хаукарль. Гренландия акуласынан дайындалатын ерекше тағам. Бірақ бұл акуланы жаңа күйінде жеуге мүлде болмайды. Өйткені оның етінде адам ағзасына қауіпті улы заттар, несепнәр мен триметиламин оксиді көп мөлшерде болады. Егер оны жаңа ұсталған күйінде жесе, адам қатты улануы мүмкін. Сондықтан исландиялықтар ғасырлар бұрын ерекше әдіс ойлап тапқан. Алдымен акуланың басын кесіп, денесін арнайы шұңқырға көміп тастайды. Үстіне тас қойып, бірнеше ай бойы ауыр салмақпен басып қояды. Осы уақыт ішінде еттен улы сұйықтық біртіндеп ағып шығып, табиғи ашу процесі жүреді. Бірнеше айдан кейін ет жерден алынып, ұзын жолақтарға кесіледі де, тағы бірнеше ай бойы ашық ауада кептіріледі. Осылайша дайын болған тағам хаукарль. Бірақ ең үлкен сынақ әлі алда. Оның иісі. Көп адам бұл иісті аммиактың, тазартқыш химиялық заттардың немесе өте ескі дәретхананың иісіне ұқсатады. Тіпті әлемге әйгілі аспаз Гордон Рамзи хаукарльді жеп көргенде, оны өзі жеген ең жиіркенішті тағамдардың бірі деп атаған. Соған қарамастан, исландиялықтар бұл тағамды ерекше құрметтейді. Өйткені ғасырлар бұрын қатал қыста азық тапшы болған кезде, дәл осы әдіс адамдардың аман қалуына көмектескен. Бүгінде хаукарль көбіне ұлттық мерекелерде немесе туристерге ұсынылатын ерекше тағам ретінде беріледі. Көптеген туристер оның дәмін көру үшін емес,
өз батылдығын сынау үшін жейді. Бір ғана кішкентай текше, бірақ сол кішкентай кесек өміріңіздегі ең ұмытылмас тағам болуы мүмкін. Біреулер оны жеген соң тағы сұрайды, ал енді біреулер бір тістегеннен кейін өмір бойы ұмыта алмайды. Хау Карл, әлемдегі ең қауіпті тағамдардың бірі емес шығар, бірақ ол сөзсіз әлемдегі ең қорқынышты иісі бар тағамдардың бірі. Нөмірі 5. Акки. Дұрыс уақытта жемесең, уға айналатын жеміс. Бір қарағанда бұл жай ғана тропикалық жеміс сияқты көрінеді. Ашық қызыл қабығы, жұмсақ қарғыш еті, тәбет ашатын көрінісімен кез келген адамды қызықтырады. Бірақ дәл осы жеміс жыл сайын адамдарды ауруханаға түсіріп, кейде тіпті өмірінде жалмайды. Бұл Ямайканың ұлттық жемісі акки. Ең қызығы, акки ағашта піспейді. Ол толық піскен кезде ғана өздігінен жарылып ашылады. Міне дәл сол кезде ғана оны жеуге болады. Егер адам жемісті өз қолымен ерте жұлып алып піспей тұрып жесе, оның құрамындағы гипоглицин А деп аталатын күшті табиғи у ағзаға түседі. Бұл улы зат қандағы қанттың күрт төмендеуіне әкеліп, ауыр улану тудыруы мүмкін. Алғашқы белгілері бірнеше сағат ішінде басталады. Адамның іші ауырып, қатты құсады, басы айналып, әлсірей бастайды. Егер дер кезінде медициналық көмек көрсетілмесе, жағдай есінен тануға, құрсуға, тіпті өлімге дейін жетуі мүмкін. Осы құбылыс медицинада тіпті ямайкалық құсу ауруы деген атаумен белгілі болған. Сонда адамдар неге бұл жемісті әлі күнге дейін жейді? Өйткені толық піскен акки мүлде қауіпсіз. Ямайка тұрғындары оны ғасырлар бойы дұрыс дайындап келеді. Тіпті бұл жеміс ұлттық тағамдарының негізгі бөлігі саналады. Көбіне оны тұздалған балықпен бірге қуырып, таңғы асқа ұсынады. Бірақ олардың бәрі бір ережені жақсы біледі. Жеміс өздігінен ашылғанша оған қол тигізуге болмайды. Табиғаттың өзі қауіпсіз екенін көрсеткеннен кейін ғана оны жеуге болады. Бір қарағанда бұл жай ғана әдемі жеміс. Бірақ оның ішінде уақытынан бұрын қол тигізсеңіз, адам өміріне қауіп төндіретін табиғи у жасырын жатыр. Акки әлемдегі ең қауіпті жемістердің бірі. Нөмір 6. Қанды ұлу. Бір ғана тістем сізге қауіпті вирус жұқтыруы мүмкін. Теңіз жағасындағы мейрамхана. Алдыңызға жаңа ғана дайындалған ұлулар әкелінді. Қабығын ашқан сәтте ішінен қызыл түсті сұйықтық ағып шығады. Көп адам оны қан деп ойлайды. Сондықтан бұл теңіз жәндігі қанды ұлу, blood clam деп аталған. Бірақ оның ең қорқынышты жері тісінде емес. Ішінде жасырынған көзге көрінбейтін қауіпте. Қанды ұлулар теңіз түбіндегі лай мен құмды сүзу арқылы қоректенеді. Сол кезде олар судағы бактерияларды, вирустарды және басқа да зиянды микроағзаларды өз денесіне жинап алады. Егер олар жеткілікті деңгейде пісірілмесе, немесе шикі күйінде желінсе, сол қауіпті микроағзалар адам ағзасына өтуі мүмкін. Өткен ғасырдың соңында Қытайда дұрыс дайындалмаған қанды ұлуларды жегеннен кейін жүздеген мың адам жұқпалы ауруларға шалдыққан ірі індет тіркелді. Олардың арасында А гепатиті, іш сүзегі және дизентерия сияқты қауіпті аурулар болды. Бұл оқиға қанды ұлулардың қаншалықты қауіпті екенін бүкіл әлемге көрсетті. Сол себепті көптеген елдерде оларды сатуға немесе шикі күйінде ұсынуға қатаң талаптар қойылған. Бірақ соған қарамастан, Қытайдың кейбір аймақтарында және Азияның басқа елдерінде бұл тағам әлі де деликатес саналады. Кейбір адамдар оның ерекше дәмі үшін қауіпке де көз жұмады. Алайда дәрігерлер бір нәрсені ескертеді. Егер мұндай ұлулар толық піспесе, бір ғана тістемнің өзі қауіпті инфекция жұқтыру қаупін арттыруы мүмкін. Бір қарағанда бұл кәдімгі теңіз өнімі. Бірақ оның ішінде адам көзіне көрінбейтін вирустар мен бактериялар жасырынуы мүмкін. Сондықтан қанды ұлу әлемдегі ең қауіпті теңіз тағамдарының бірі. Нөмір 7. Бақа аяқтары дұрыс дайындалмаса, қауіпті паразиттер адам ағзасына өтуі мүмкін. Көптеген адамдар үшін бақа жай ғана көлде секіріп жүретін жануар. Бірақ Азияның кейбір елдерінде, әсіресе Қытайда, бақа еті бағалы деликатес саналады. Мейрамханаларда оны қуырып, қайнатып, немесе ащы тұздықпен бірге ұсынады. Тіпті кейбіреулер оның дәмін тауық етіне ұқсатады. Бірақ бұл тағамның бәрі бірдей қауіпсіз емес. Ең үлкен қауіп бақаның өзінде емес, оның бойында болуы мүмкін паразиттерде. Жабайы бақалар әртүрлі паразиттерді тасымалдауы мүмкін. Егер ет жеткілікті дәрежеде піспесе, немесе шикі күйінде желінсе, сол паразиттердің дер нәсілдері адам ағзасына өтіп кетуі ықтимал. Олардың кейбірі бұлшық етке,
кері астына, тіпті өте сирек жағдайларда көзге немесе миға дейін жетуі мүмкін. Мұндай паразиттік ауру медицинада спарганоз деп аталады. Бәл осы себепті дәрігерлер бақа етін міндетті түрде толық пісіріп жеуге кеңес береді. Бірақ қызығы, соған қарамастан бұл тағам Қытайда ғана емес, Азияның басқа елдерінде де өте танымал. Көптеген адамдар оны ақуызы мол әрі дәмді тағам ретінде жақсы көреді. Ал тәжірибелі аспаздар қауіпсіз болу үшін оны жоғары температурада толық дайындайды. Бір қарағанда бақа аяқтары зиянсыз тағам сияқты көрінеді. Бірақ дұрыс дайындалмаса, ол адам ағзасына көзге көрінбейтін паразиттерді енгізуі мүмкін. Сондықтан бақа аяқтары өздігінен улы тағам емес. Алайда дұрыс өңделмеген жағдайда денсаулыққа елеулі қауіп төндіретін тағамдардың бірі. Нөмірі 8. Кассава. Әлем бойынша жүздеген миллион адам жейтін, бірақ қате дайындалса уға айналатын өсімдік. Бір қарағанда бұл кәдімгі картопқа ұқсайды. Ешқандай ерекше иісі жоқ. Сыртынан қарасаңыз, қарапайым памыр жеміс сияқты. Бірақ дәл осы өсімдік дұрыс дайындалмаса, адамды ауыр уландырып, тіпті өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Бұл кассава немесе маниок. Кассава Африкада, Оңтүстік Америкада және Азияның көптеген елдерінде негізгі азық-түліктің бірі. Әлем бойынша жүздеген миллион адам оны күнделікті тұтынады. Одан ұн, нан, ботқа, чипсы және көптеген басқа тағамдар дайындалады. Бірақ оның ең қауіпті сыры көзге көрінбейді. Кассаваның кейбір түрлерінің құрамында цианогенді қосылыстар болады. Егер өсімдік шикі күйінде желінсе немесе дұрыс өңделмесе, бұл қосылыстар ағзада цианид бөлуі мүмкін. Цианид жасушалардың оттегін пайдалануына кедергі келтіретін өте улы зат. Уланған адамның басы айналып, жүрегі айнып, қатты әлсірейді. Ауыр жағдайда тыныс алуы қиындап, дер кезінде көмек көрсетілмесе, өміріне қауіп төнуі мүмкін. Бірақ адамдар мұны ғасырлар бойы қалай қауіпсіз жеп келеді? Жауабы дұрыс өңдеуде. Кассаваны аршып, ұсақтап, суға жібітіп, ашытып немесе толық пісіріп дайындағанда улы заттардың басым бөлігі жойылады. Сол себепті тәжірибелі халықтар оны дайындаудың дәстүрлі тәсілдерін қатаң сақтайды. Қызығы, дәл осы өсімдік миллиондаған адамның негізгі асы болса да, оны дұрыс дайындауды білмейтін адам үшін қауіпті тағамға айналуы мүмкін. Бір қарағанда қарапайым тамыр жеміс. Бірақ оның ішінде табиғат жасырған көзге көрінбейтін қауіп бар. Сондықтан кассава өздігінен улы емес. Алайда дұрыс өңделмесе, әлемдегі ең қауіпті тағамдардың біріне айналуы мүмкін. Нөмірі 9. Шика устрица. Бір жұтым теңіз дәмі, немесе қауіпті бактериялар. Сыртынан қарағанда бұл жай ғана теңіз өніміндей көрінеді. Ешқандай улы тісі жоқ. Ешқандай қорқынышты түрі де жоқ, бірақ кейде оның ішінде адам көзіне көрінбейтін қауіп жасырынып жатады. Бұл шика устрица. Әлемнің ең қымбат мейрамханаларында адамдар устрицаны көбіне шика күйінде жейді. Оның үстіне аздап лимон сығып, бірден жұтып жібереді. Бұл көптеген елде нағыз деликатес саналады. Бірақ устрицаның бір ерекшелігі бар. Ол теңіз суын үздіксіз сүзу арқылы қоректенеді. Бір ғана устрица күніне 10 литр суды сүзуі мүмкін. Егер сол суда зиянды бактериялар немесе вирустар болса, олардың бір бөлігі устрицаның ішінде жиналып қалуы мүмкін. Ең қауіптілерінің бірі Vibrio vinificus бактериясы. Егер мұндай устрица шика күйінде желінсе, адам қатты уланып, дене қызуы көтеріліп, құсып іші өтуі мүмкін. Ал иммунитеті әлсіз немесе бауыр ауруы бар адамдарда бұл бактерия қанға өтіп, өте ауыр инфекция туғызуы ықтимал. Кейбір жағдайларда бұл ауру бірнеше сағаттың ішінде-ақ өмірге қауіп төндіретін деңгейге жетеді. Сол себепті дәрігерлер шика устрицаны жеуге ерекше сақ болуға кеңес береді. Бірақ соған қарамастан, жыл сайын миллиондаған адам бұл тағамды сүйсініп жейді. Өйткені жаңа ауланған устрицаның ерекше теңіз дәмі көптеген гурмандар үшін таптырмас деликатес. Бір қарағанда бұл қауіпсіз теңіз өнімі, бірақ оның ішінде көзге көрінбейтін бактериялар жасырынуы мүмкін. Сондықтан шика устрица өздігінен қауіпті тағам емес. Алайда дұрыс сақталмаса, немесе ластанған суда өссе, бір ғана устрица адамның денсаулығына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Нөмір 10. Қызыл бүйрек бұршағы. Күнде жейтін тағамның өзі дұрыс піспесе, уға айналады.
Біз қауіпті тағам дегенде улы балықты, тірі сегізаяқты, немесе ішінде құрттары бар ірімшікті елестетеміз. Бірақ ең соңғы қауіпті тағам сізді таңғалдыруы мүмкін. Өйткені ол көптеген адамның асханасында күнде кездеседі. Бұл қызыл бүйрек бұршағы. Бір қарағанда оның ешқандай қауіпті түрі жоқ. Кәдімгі бұршақ. Одан сорпа, салат, түрлі тағамдар дайындалады. Бірақ оның бір құпиясы бар. Егер қызыл бұршақ шикі күйінде немесе жеткілікті уақыт қайнатылмай желінсе, оның құрамындағы фитогемоглютинин деп аталатын табиғи улы ақуыз ағзаға зиян тигізеді. Ең қызығы, адамды уландыру үшін көп мөлшердің де қажеті жоқ. Кейбір адамдарға дұрыс піспеген бірнеше ғана бұршақтың өзі жеткілікті болуы мүмкін. Белгілері көбіне бірнеше сағаттың ішінде басталады. Алдымен жүрек айниды, кейін қатты құсу басталады. Іші түйіліп, ауырып, диарея пайда болады. Бақытымызға қарай көп жағдайда адам толық жазылып кетеді. Бірақ бұл тағамның қауіпті екенін көпшілік біле бермейді. Сондықтан мамандар қызыл бүйрек бұршағын міндетті түрде толық қайнатып пісіруге кеңес береді. Жоғары температура бұл улы затты жойып, бұршақты қауіпсіз тағамға айналдырады. Сондықтан әлемнің түкпір-түкпірінде миллиондаған адам оны еш алаңсыз жейді. Бір қарағанда бұл ең қарапайым азық. Бірақ дұрыс дайындалмаса, кәдімгі бір уыс бұршақтың өзі адамды ауруханаға түсіретін қауіпті тағамға айналуы мүмкін. Кейде ең үлкен қауіп экзотикалық тағамда емес, күнде жейтін қарапайым астың ішінде жасырынып жатады. Міне, әлемдегі ең қауіпті 10 тағамның тізімі осындай. Бірақ бір нәрсені ұмытпаған жөн. Бұл тағамдардың барлығы міндетті түрде өлімге әкеледі деген сөз емес. Олардың көпшілігі дұрыс дайындалмаған кезде ғана қауіпті болады. Ғасырлар бойы адамдар оларды арнайы тәсілмен өңдеп, қауіпсіз тұтынуды үйренген. Сондықтан ең үлкен қауіп тағамның өзінде емес, оны дұрыс дайындамауда. Ал сіз осы тағамдардың қайсысын жеп көруге батылдық танытар едіңіз? Пікірге міндетті түрде жазыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі қызықты видеода кездескенше.